Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа барма, өзі берген өмірін өзі алған. Сіз жоқсыз арамызда, жылап қала бердік біз артыңызда. Орның қалдау, ордайып, асыл әке. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз, еске алып, өзіңді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді жан әкетай, аңсаймыз да, бәріміз сағынамыз. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Кішкентай танам биылғы 2020 жылы бітірген. Оқуын құшықтай, әрі қарай жақсы оқып. Оңымды осындай жақсы бағамен бітіріп, алдым қатарға жүруге тілектес. Таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған. Я Равшанка на крепость похожа, совсем не преступна она. Не хочет кататься со мною в машине, а спешит проявить свою власть. Но все же, друзья, намекает, что в горах запрещается красть. По горным дорогам я езжу в туман и грозу. И слово даю, что Равшанка обязательно увезу. Аминь. Әкем деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам, барға да шүкір. Тірімін сынба сабырым, ұлымын құрбан әліне,